Ерке қоян және сиқырлы сәбіз. Ертеде бір әдемі жасыл орман болыпты. Сол орманда көптеген жануарлар өмір сүретін. Бірақ олардың арасында ең тентегі ерке қоян еді. Ол таң атқаннан кеш батқанға дейін ойнап, секіріп жүретін. Бірақ ешқашан жұмыс істегісі келмейтін. Мен шаршағым келмейді, тек көңіл көтергім келеді, деп айқайлайтын ол. Бір күні орманда үлкен жаңалық тарады. Ескі емен ағашының түбінде сиқырлы сәбіз өсіп шықты деген сыбыс жетті. Бұл сәбізді жеген жануарлар өте күшті, ақылды және жылдам болады екен. Ерке қоян бірден қызығып кетті. Егер мен сол сәбізді тапсам, ең мықты қоян боламын. Ендеше істемей-ақ бәрінен жылдам әрі ақылды боламын. Ол көп ойланбай сәбізді іздеуге кетті. Ерке қоян емен ағашына жеткенде, сәбіздің орнында тек бір кішкентай қорапша жатты. Ол оны ашып қалғанда, ішінен кішкентай хат шықты. Егер сиқырлы сәбізді алғың келсе, 3 сынақтан өтуің керек. Қойшы, тағы да бірдеңе істеу керек пе? Бірақ бәрібір көрейін. Қоян шөптің арасында бір кішкентай тасбақаны көрді. Ол өте баяу жүріп бара жатты. «Ей, тасбақа, сен қайда кетіп бара жатырсың?» деп сұрады қоян. «Мен суға жетуім керек, бірақ жолым ұзақ, сондықтан шыдамдылық керек», деді тасбақа. Қоян ішінен күлді. «Мен сен сияқты баяу болсам, аштан өліп қалар едім». Бірақ тасбақа асықпай сабырмен жүре берді. Қоян біраз уақыт оны бақылап тұрды да, шыдамдылықтың қаншалықты маңызды екенін түсіне бастады. Қоян орманның ішінде келе жатып, кішкентай тиінді көрді. Тиін ағашқа өрмелеп бара жатып, жаңғағын түсіріп алды. «Ой, менің жалғыз тамағым еді», деп мұңайып қалды тиін. Қоян ойланбастан секіріп барып, жаңғақты жерден алды да тиынға берді. «Міне, ұстап ал», деді ол. Тиін қуанып кетті. «Рахмет, ерке қоян, сен менің нағыз досымсың», деп жауап берді. Қоян өз ісіне риза болып ары қарай жүре берді. Қоян емен ағашының түбіне жеткенде бір қария кірпімен кездесті. «Сен сиқырлы сәбізді іздеп жүрсің бе?» деп сұрады кірпі. «Я», деп басын изеді қоян. «Онда маған көмектес. Мына жерде жиналмай қалған көкөністер бар. Егер жинап берсең, мен саған сиқырлы сәбіздің орнын айтамын». Қоян алғашында ерінді, бірақ ойланып көрді де жұмысқа кірісті. Біраз тер төккеннен кейін барлық көкөністерді жинап берді. «Жарайсың, қоян, сен еңбектенуді үйрендің. Енді сиқырлы сәбізді алуға дайынсың», деді қария кірпі. Кірпі қоянға топырақтың астында жасырылған сәбізді көрсетті. Қоян оны алып бір тістеп көрді, бірақ бұл кәдімгі сәбіз ғой, ешқандай сиқырлы емес. Қария кірпі күлімсіреп: «Шын сиқыр сенің өзіңде. Сен осы сынақтардан өте отырып, нағыз мықты қоянға айналдың. Сен енді шыдамды, қайырымды және еңбекқорсың», деп жауап берді. Қоян ойланып қалды. Расында да, ол бүгін көп нәрсені үйренді. Яғни мен сиқырлы болу үшін ешқандай сәбіз қажет емес екен ғой. Дәл солай, нағыз сиқыр сенің әрекеттеріңде. Содан бері ерке қоян баяғыдай еріншек болмай, достарына көмектесіп еңбек етуді үйренді. Ал сәбіз ол дәмді болғанымен, нағыз сиқырдың адам бойындағы жақсы қасиеттер екенін дәлелдеді. Бұл ертегіден қандай сабақ алуға болады? Шыдамдылық үлкен жетістіктерге жетудің кілті. Достық пен мейірімділік өмірдегі ең маңызды құндылықтар. Еңбек етсең, бәріне қол жеткізуге болады.